Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен түсіріп жатқан видеоларым сіздерге қызық болып, сәйкес келіп жатса, комментария жазып каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жігіттің ойын білейік. Қазір жақсы көреді ме, жоқ ойнап жүр ма, соны білетін боламыз. Сіз қазір ештеңе білмей тұрсыз. Ол жігіттің ойын жақсы көре ма, мен жақсы көрмей ма, маған деген ой бар ма, жоқ па деген сияқты өзіңіздің ойыңызды білмей жатырсыз, жігіттің ойын білмей жатырсыз. Сондай бір тупик состояние, тупик бір шыға алмай жатырсыз. Бұл жерде жігітке ренжу де бар сізде. Сіз қалағандай болмай жатыр. Жігітіміз қазіргі уақытта жұмыс істейді, жұмысы бар, сіз оған құпия болып тұрсыз. Бұл жерде жігіттің сезімі бар, бірақ сізге бір құпия ұстайды, айта алмайды. Жігітіміздің мінезі бар. Бұл жігіт, бұл қарым-қатынас қазір бұл жігітке ауыр болып жүр. Өзін жақсы көретінін айта алмайды. Неге айта алмайды? Өйткені адамдардан бірге жүру деген сияқты құпия ұстайды бұл қарым-қатынаста. Құпия. Отбасы болуыңыз да мүмкін сіздің. Сондықтан құпия ұстауы мүмкін бұл жігіт. Бұл жігіттің де семьясы бар болуы да мүмкін. Өйткені күйеу ретінде шығып тұр. Сізге деген сезімі бар, бірақ абайлап құпия ұстайды. Сізге де айтпайды. Бұл жігіттің өзінің семьясы бар сияқты. Бұл жерде сізді ойлайды, сізді жақсы көреді, сезімі бар, бірақ сізге айта алмайды. Бұл жігіттің семьясы бар болуы мүмкін. Бұл жерде бұл жігіт ажырасып бір бойдақ болып жүруі де мүмкін. Бұл жерде бала шығып тұр и сот алимент төлей ма, сондай сияқты болып жүр. Өтірік айтатын кездері де болады. Өзінің жартысын күтіп жүр. Сізге деген сезімі бар. Сізге деген әртүрлі ойлар ойлайды. Сіз оның құпия сондай бір ойындағы адам сондай ретінде көреді, және де сізді өте сұлу, өз-өзіне қарайтын, сондай самостоятельно, өз-өзіне қарай алатын сондай бір әйел ретінде көреді. Егер де менің раскладым сіздерге сәйкес келмесе, келесі видеоны күтіңіздер деп айтқым келеді. Менің осы түсіріп жатқан видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.